Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама қолдау көрсетіп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий қалдыра отырыңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай тамақтың бір рецептісімен бөліскім келеді. Мен бұл тамақты 2002 жылдан бері жасайтынмын. Қазір сіздерге рецептісін айтқым келеді. Осы ортада бөлісемін. Ол үшін суымызға, кәдімгі бөлме температурасындағы суымызға осылай тұзымызды, жұмыртқамызды салып, бірінші қамыр илеп қоямыз. Жақсылап тұрып, кәдімгі астың нанына басқандай қамырды басып, иін қандырып, сосын бір салафанға салып, бір шетке қоя тұрасыздар. Мен қазір тауықпен жасаймын, жалпы етпен жасасаңыздар да болады. Етпен де әдемі шығады. Тауықта мен осындай екі аяғын алдым. Сыртқа терісін мен алып тастаймын көбіне, және өте қатты кішілей қылмай кусоктарға бөліп бәрін кесіп шықтым. Сондай-ақ тауық тез пісетін болғандықтан қазір мен овощтарымды да ашып, кесіп бәрін дайындап қоямын. Егер етпен жасайтын болсаңыздар, етті сопақшалап турайсыздар да, осылай кішкене маринадқа қойып алып, сосын етті ертерек салып қоясыздар, ет ұзақтау піседі. Тауықты мен осылай тұзын, бұрышын, кориандр салып, өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерін салуыңызға болады, және соевый соус салып, араластырып, кішкене маринадқа қойып қойдым, басқа овощтарым бәрі дайын болғанша. Мен енді жуаны 2 жуа алдым. Сіздер де қарайсыздар өздеріңіздің ыңғайларыңызға, алатқандарыңызға байланысты. Мен енді қолда бар овощтардың бәрімен жасай беруге болады. Міндетті түрде морковь, баклажан сал демеймін. Өздеріңіз ұнатқан овощтарыңызбен жасай берсеңіздер болады. Мен енді өзімде осындай өзім ұнататын сәбізімді, картопымды, баклажанымды, пиязымды және помидорымды мен молдау салдым. Помидорды нағыз жоқ болса, 2 помидор салсаңыз да жеткілікті. Өздеріңіздің қалауларыңызша саласыздар. Мен кішкене помидордың көбірек болған жақсы көремін, суы бөлініп жақсы дәм береді. Енді осылай қызып тұрған табама тауығымды салып, кішкене өзін бір 10 минуттай бетін жауып қойып қуырамын. Осылай бір 10 минуттай қуырылғаннан кейін жуамды салып, және томат салып, томат бір 3 ас қасықтай салсаңыз да жақсы болады. Мен енді бар томатымды салдым. Осымен бұқтыруға, жай отта жайлап бұқтыруға қойып қоясыздар. Осылай қуыруға бетін жауып қойып қоямын да, мен қазір қамырымды дайындаймын. Жаңағы шыққан қамырымды, 2 жайма қамырды мен 2-ге бөліп алдым. Мен бұл қамырды осындай аппаратпен ысамын. Сіздер кәдімгідей етке жайғандай қылып оқтаумен жайып алсаңыздар. Ондай аппараттарыңыз жоқ болса, жайып алыңыздар. Мен бұл аппараттың қандай екен қазір соңында көрсетемін. Бұл қамыр илейтін аппаратты мен полуфабрикатта жасау үшін осыдан біраз жылдар бұрын алғанмын. Қазір менің үнемі пайдама жарап тұр. Міне осылай қамырымды мен кәдімгі еттің нанына жаятындай қылып қалыңдықта осылай жайып алдым. Міне осындай 2 жайма сопақша қылып, ұзынша қылып жайып береді. Міне менің қамырларым дайын. Енді бұл қамырларды қазір қоя тұрып, жайып қоямын, бір-біріне жабыспайтындай қылып. Қазір енді қуырылып жатқан тауығыма барамын. Міне менің тауығым томатпен, пиязбен біраз бұқтырылып пісті, қуырылды, жақсы болды. Енді овощтарымды саламын. Бірінші морковьті жіберемін. Содан кейін помидорларымды саламын. Және аздап тұз бен бұрыш сеуіп жіберемін. Енді қазір осының үстіне картопымды салып шығамын. Картопты қатты уақыт турамаңыздар, себебі езіліп кетеді. Сосын баклажанымды салып, тағы да кішкене тұз бен бұрыш салдым да, енді қамырларымды міне осылай бөліктерге бөліп өзімен қайлап жайып алдым. Қазір үстіне кәдімгі өсімдік майын жағып шығамын. Әбден кәдімгі дұрыстап тұрып жақсылап жағамын да, осылай бөліктерге бөліп аламын бәрінде. Барлық қамырымды осылайынша семішкі май жаға отырып, осындай кішкене төпкішті бөліктерге осылай бөліп алдым. Мен барлық қамырымды осылай істеп шықтым. Енді қазір осы тауық пен овощтарымның үстіне
Мен қазір қамырларды осылай май жағылған жағын бетіне қаратып осылай салып шығамын. Бұл өте дәмді тамақ болады. Етпен жасасаңыздар, тауықпен жасасаңыздар өте жақсы болады. Мен 2002 жылдардан үйреніп алғам осы тамақты, бір журналдан көріп, содан бері жасаймын. Сол кезде менімен жұмыстас болған, бірге дос болып жүрген қыздар менің қазір ютубымды көрсе, может өздері де комментарий қалдырар. Осы керемет тамақ, осы нең күшті деп талай жеген қыздар менен болды. Осылай бетіне қаратып бәрін жайып шығасыздар қамырлардың. Міне осылай қамырларымның бәрін жайып болғаннан кейін бір стакандай ыссы суды жан-жағынан құйып, және 1-2 ас қасық өсімдік майын бетіне себелеп құйып шығамын да 35-40 минуттай, бір қайнап алғаннан кейін 35-40 минуттай жай отта пісіремін. Міне менің тамағым пісіп шықты. Енді бұл тамақты жаңа табақшаға осылай вилкамен нандарын алып салып шығып, бетіне подлебысын ожаумен құйып шығамыз. Тамағымыз өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ерекше тамақ болады. Өте дәмді, жасасаңыздар өкінбейсіздер. Наны ерекше болады. Маймен буға піскендіктен наны өте дәмді болады. Енді жаңа нан жайған менің құралым міне осындай құрал. Нанды жайып, жақсы қылып көмекші болып жүрген құралым менің бірнеше жылдардан бергі.